күдікке ілінген. Ал Қызылордада коррупцияны жек көретін мектеп оқушысы штаттан тыс болса да, мемлекеттік қызметкердің жанында жемқорлықпен күреспек. Дамир айтады, үлгерімі нашар балалар ұлттық бірыңғай тестілеуге барған кезде өте жоғары балл алып кетеді. Яғни ата-анасы сатып алып береді деген сөз. Шарипа Сақтапова жалғастырады. Жемқорлықтан түпкілікті құтылуымыз керек. Біз коррупцияны жек көреміз. Бұл Қызылордалық Адал ұрпақ клубы мүшелерінің пікірі. 16 мүшесі бар ұйымға тек белсенді, жан-жақты, оқуда озат, спортта үздіктер қабылданады. Солардың бірі 176 мектептің көшбасшысы 14 жастағы Дамир Бозаев сыбайлас жемқорлықпен күрес департаменті басшысының штаттан тыс кеңесшісі болып тағайындалды. Қазақстандағы ең жас шенеунік аймақтағы барлық мектептерді аралап, оқушылар мен мұғалімдердің пікір, шағымдарын жинақтамақшы. Мынау менің қалам, менің болашағым, яғни біздің болашағымыз. Қаламызды қарасақ өте таптаза, және де мен осы қаламыздың ары да намысы да таптаза болған қалаймын. Пара болмаса қазір ешқандай жұмыс орны ешкімде жұмысқа алмайды. Ол қанша жерден оқысын, қаншама дипломның егері болсын, оның ақшасы болмаса, танысы болса жұмысқа алмайды. Ешқандай білімі болмаса, тек ақшамен жүрген жағдайда біздің қаламыздың, біздің еліміздің абыройын жерге түсіреді. Біз жемқорлыққа мүлдем төзбейміз, көнбейміз. Қазір өкінішке орай адам емес ақша сөйлейтін заман болып кетті. Оның себебі қазіргі адамдардың сана сезімі ақшаға ауысып кетті. Ол үшін осындай клубтарды көбейтуіміз керек. Және де жастарды сана сезімін жемқорлыққа қарсы тұруға бейімдеуіміз керек. Қарапайым, мысалы, пол жуушының өзі, көше тазалаушының өзі жұмысқа тұратын болса, кем дегенде 200 мың, 100 мың көлемінде пара береді. Отбасында туған туыс көрші өз ортасында осындай мысалдарды көріп естіп келе жатқан жасөспірімдер еңбектеген сәбиден бастап еңкейген қарияға дейін жемқорлықтың түбі неге алып барып соғатын ұғынса, қоғам бұл дерттен жазылып тазара бастар еді деген ойды тарқатты. Ата-аналар балабақшаға өзінің баласын апару үшін пара бермесе, оған ертерек тұра алмайды. Яғни, сен егер пара бермесен, сен ол өз кезегінде күтуің керек. Ал кезекті күтем дегенше баланың жасы балабақшаға баратын жастан асып кетеді. Ондай мысалдар елімізде өте көп. Сыбайлас жемқорлықпен айналысқан адамдарға жазаны күшейту керек. Мы дети не можем не заметить, как біз балалар пара алған, мемлекет қаражатын талан-таражға салған шенеуніктер абақтыға емес қайта лауазымдары өсіп немесе басқа қызметке ауысып жатқанын естіп біліп келеміз. Ал нағыз талант иелері орындарын таппай. Өйткені тіреп тұрған туысы немесе ақшасы жоқ. Коррупция дегеніміз жалпы қоғамымыздың қолайсыздығының белгісі. Біз отанымызға пара алмауға және бермеуге ант етеміз. Ойдан емес, өмірден алынған мысалдар, санаға сіңген ұғым. Дәл солай айтуға құқықтары бар, және оған негізде жоқ емес. Мысалы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының Қызылорда облыстық департаменті былтыр сыбайлас жемқорлық сипатындағы 122 қылмыстық іс тіркеліп, 74 тұлға қылмыстық жауапкершілікке тартылғанын хабарлады. 129 тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылған. Өткен жылы біз облыста 17 тұлға, яғни осындай сыбайлас жемқорлық фактісін хабарлаған, жармескен азаматқа 2 миллион 245 мың теңге көлемінде ынталандыру шарасы жүргізілді. Ашкөз және тойымсыз жемқорлар туралы хабарлауға болады. Іс сотта дәлелденсе, сыйақы төленеді. Жемқорлыққа қарсы агенттіктің мамандары 14-24 нөміріне хабарласу азаматтық парыз дейді. Согласно этим же правилам, сыйақы соттың күдіктіні айыптаған үкімі немесе қаулысы шықса беріледі. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы дерек үшін 30 айлық есептік көрсеткіш көлемінде төленеді. Құқық бұзушылықтың орташа және ауыр түрлері үшін 40-50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде. Ауыр және өте ауыр дәрежедегі қылмыс фактілері үшін 70-100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде сыйақы беріледі. Жалпы 2014-2018 жылдар ішінде 600-ден астам азаматқа 70 миллион теңгеден астам қаражат төленді. Ал берілген ақпар жалған немесе жала жабу болса, жауапкершілікке хабар беруші адамның өзі тартылады. Осы күнге дейін жемқорлыққа қарсы қызмет 20-дан астам жалған айыптау фактісін тергепті. Біреуге орғазған бір азаматтың өзі 4 жылға бас бостандығынан айырылған. Ал анонимді түрде түскен ақпарат мүлдем тексерілмейді. Сонымен қатар әлеуметтік желілерде жария болған жемқорлық сипаттағы құқық бұзушылық фактілерде дереу тексеріледі.
люди воспринимают коррупцию. Біз халықты белсенді болуға шақырамыз. Кез келген дабыл сұрақтардың барлығы дереу назарға алынады, және де ол деректер шұғыл тексеру өткізуге негіз болмақ. Ал адам күдікті күшейтетін жағдайдың куәгері болып, бірақ оны дәлелдей алмайтын болса, заңсыздық туралы Фейсбукке, әлеуметтік желілерге жазғаны жөн. Оның барлығы талданады, мониторинг жасалады. Ондай әрекеттерді біз құптаймыз, өйткені өзіміз сондай ақпарат іздейміз. Сол жағынан әлеуметтік желілерде мықты потенциал бар. Ал Дамирдің лауазымы мемлекеттік қызмет реестрінде жоқ. Оған айлық та төленбейді. Жас шенеунік өзіне артылған жүктің салмағын түсінеді. Себебі бұл оның өзі жасаған саналы әрекеті. Ал бозбаланы кеңесші қылып сайлау хайп емес, ойланып жасалған қадам дейді сыбайлас жемқорлықпен күрес департаментіндегілер. Жалпы бұл бастама бізге оқушылармен кездесу барысында келді. Дамир Бозаевты өзіме кеңесші етіп тағайындау туралы шешім қабылдадым. Оқушылардың арасындағы отансүйгіштікке қатысты және оқушылардың өзінің тілімен сөйлесе алатындай, соның психологиясындағы, соның ортасындағы өздерінің бір деңгейіндегі қажетті мәселелерді маған кеңес беріп отыра алады. Бұл бір ешқандай хайп емес, бұл ешқандай бір атақ жинау, абырой жинау емес. Дамирдің ойлағаны да атақ шығару емес. Дамир отанның аты жемқорлықпен байланысты болмаса дейді. Нашар оқитын балалар ұбт-ға барған кезде олар өте жоғары балл алып кетеді. Бұл жерде яғни сыбайлас жемқорлық, оның болмаса ата-анасы салт алып берді, болмаса туысқандары арқылы осындай көптеген балл алып кетеді. Жоспар бойынша біз облыс бойынша түрлі мектептерді аралап, сол мектептердің ішіндегі шағымдарды жинап, біз алдағы уақытта жоспар құрып, сол жоспармен жұмыс жасайтын боламыз. Шарипа Сақтапова, Надежда Полинка, Қайрат Рабаев, біздің уақыт.